Okay, this is one that's been on my watch later list for quite some time, and it's actually a much older interview with Dimash. It's from 2016. This was a year before he had that really breakthrough on I Am Singer on that. So this takes us through some of his pre-international fame year, even though he had been doing some international competitions prior to that. Of course, that's what got him noticed and got him the invite to be on I Am Singer. But this, because of the length of it, I am going to break it into two parts on there, and I will try to get both of them posted as quickly as possible. So let's go ahead and start the interview. Мандаған Димаш бүгінде Астанадағы Шабыт өнер академиясының эстрада өнері факультетінде білімін ұштап жүр. Ол нағыз кәсіби мамандардан күнделікті дәріс алып, шеберлігін шыңдауда. Ал іргесі қаланғанына 20 жылға жуық уақыт болып қалған білім ошағында бар жағдай жасалған. Тағы бір айта кетерлігі, осы жерден түлеп ұшқан жастардың мыңға жуығы халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты атанған. Hoş geldiniz. Рахмет, сәлеметсіз бе? Менің ұстазым Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, түрлі халықаралық байқаулардың жеңімпазы. Қазіргі осы барлық жеткен жетістігіме тікелей Майра апайымызға рахмет айтамыз. Сәлеметсіз бе? Өте қуаныштымын. Димашпен мен 2011 жылы таныстым. Осы республикалық жас қанат байқауында. Ол жерде мен Әділқазы алқасында отырдым мүшесінде. Димаш сол 11 жылы жас қанаттың жүлдегері болды. Сонан кейін, бір жылдан кейін Ақтөбеде колледжді аяқтап, осы біздің Қазақ ұлттық өнер университетіне бірінші курсына оқуға түсті. Димаш өте еңбекқор, халықтың алдына өзінің өнерін паш етуге дайын екенін көрсеткісі келетін сондай бір ерекше болатынын байқадым. Шабыт өнер академиясында бастағанымыз бекер емес. Сіз үшін бұл жер екінші үйіңіздей, иә? Әрине, бұл мен үшін ерекше жер. Өйткені өнер адамының шыңдалуы, өнер адамының дамуы, өсуі ол қалып нәрсе. Сол қалып нәрсеге бізді мейлінше биік деңгейде жеткізіп отырғаны осы керемет университетіміздің ұстаздары. Өз басым өзімді өте ерекше бір бақытты жан санаймын, өйткені осындай кереметте Зәулім сарайда, елордамыз Астанада кереметте Шабыт өнер университетінің студенті болу мен үшін үлкен бір бақыт. Және де Аллаға шүкіршілік ету керек. Тамаша өзім кезінде бала кезімнен бері сүйіп тыңдаған әншілерімнің бірі және бірегейі Майра Тұрлыбек қызында оқып дәріс алып жатырмын қазіргіде. Және де оның үстіне біздің ректорымыз айта кеткеніміз жөн, бүкіл қазақ елінің мерейін бүкіл әлемдік ареналарды үстем етіп жүрген Айман Қожабек қызы Мұса Қажаева әпкеміз. Осы қазіргі таңдағы жетістіктерім осы ұстаздарымның, біздің ректорымыздың арқасы деп білемін. Енді осы Шабытта оқып жатқан менде арман жоқ шығар. Әнші Димаш Құдайбергенді білмейтін жан кемде-кем. Себебі ол бір күннің ішінде өзінің ғана емес, туған елінің де абыройын асқақтатып, айды аспаннан бірақ шығарды. Встречайте, поет Димаш Құдайберген, Казахстан. 5-ші жыл Беларусьтің Витебск қаласы. Эстрадалық ән орындаушылардың славян базары халықаралық сайысы. 40-тан астам мемлекеттің өкілі қатысып, бақталастырған дүбірлі дода. Бүкіл әлем көз тіккен өнер бәйгесінде қазақ елінің бағы жанды. Кен диапазонды Димаш Құдайберген бас жүлдені жеңіп алып, жұрттың таңдайын қақтырды. It's been a signature song for quite some time. Ну а теперь баллы Димаша. 10, 10, 10, 10, 8, 10, 9, 10, 9, 86 баллов.
За 2 конкурсных дня 175. Димаш Кудайберген, Казахстан. Славян базарына деген жол осы қара шаңырақтан бастау алған болар. Ең алғашқы рет осыдан 5 шақты жыл бұрын 17 жасында Арман қуып Астанаға келіп, жас қанат байқауына қатысам. Содан жеңімпаз атанып, түрлі халықаралық байқауларға қатысып қайтамын. Ол жерде жеңімпаз боламын. Содан кейін ірі халықаралық байқауларға қонақ болып шақырыла бастаймын. Солардың бірі Шабыт халықаралық фестивалі. Соған жыл сайын қонақ болып шақырылып жүретін болатынмын. Және де күндердің бір күнінде осы былтырғы халықаралық Шабыт фестиваліне қонақ есебінде гала-концертте өнер көрсетемін. Сол кезде залда Қарлығаш Әбдікәрімқызы отыратын. Ол Славянский базардың Қазақстандағы өкілі. Сол кісілер енді оған дейін де айтып жүрген болатын, бірақ та ол кезде аса тең қойып қатсам деген оймен жүрмейтінмін. Өйткені өздеріңіз білесіздер, өте үлкен бүкіл әлемдік деңгейдегі байқау. Сол себептен оған қатысу үлкен бір жауапкершілікті талап ететін болды. Сол себептен әлі жаспын, әлі дайындалып көрейін деген ниетпен қатты аса мән бермей жүрген болатынмын. Бірақ та сол былтырғы Шабыт халықаралық фестивалінде қонақ болып өнер көрсеткеннен кейін Қарлығаш әпкеміз келіп, биыл Славянский базарға барайық деді. Конкурстан оралғаннан кейін сіз көп сұхбаттарда төзімділігім арқылы жеңіске жеттім деп айтқан едіңіз. Солай ма? Бір байқауға қатысудың өзі ол үлкен психологиялық тұрғыдан ауыр келеді. Халықаралық байқау болмақ түгілі, тіпті қазақстандық жобалардың өзіне қатысқанда да, мысалы Қазақстан дауысы, жас қанат сияқты байқауларда балалар өте қатты қобалжу үстінде жүреді. Оны өзім кезінде сол байқауларға қатысып жеңгеннен кейін оның бәрін білемін, қалай болатынын. Сол себептен мен секілді жас тәжірибесі әлі аздау әншілерге оның үстіне бірнеше есе ауыр тиеді. Сөздің шыны керек. Осы байқауда Димаштың бағын халық әні Дайдидау ашты. Шығарманың шарықтау шегіне жеткен тұсындағы шырқыраған дауыс миллиондаған жүректерге жете білді. Сахнада жан тәнін салған ол көрерменін бірден баурап алды. Жалпы бұл ретте оның мұншалықты жоғары кәсіби біліктілік танытатындай жөні бар. Себебі Димаш Қазақстанның мәдениет қайраткерлері Қанат және Светлана Айтбаевтардың тұңғышы. 20 жылдан астам уақыттан бері өмірде де, өнерде де қол ұстасып, бірге келе жатқан ерлі зайыптылар әлі де ән ілімінен қол үзген емес. Ал осындай әкенің қанымен, ананың сүтімен берілген ұлы өнердің шығармашылық ортада өскен Димаштың дүбірлі додада топ жаруы заңдылық. Димаштың дара тұлға болып қалыптасуына әке шешесінен бөлек ата әжесі де көп ықпал еткен. Тұңғыш немересін бауырына басқан олар. Димаштың осы додада топ жаратынын сезген, әрі сенген. Ақтөбеде үйімде таңертең тұрсам, мамам, әжем ғой енді, бірақ мен мама деп айтам, таңертең намаз оқыған, күн сайын намаза Алла Тағаладан тілейтіні осы бала ұтып алсыншы, елдің абыройына бөленіп жүрсінші, елімізді қара бет қыла алмасыншы деп сондай тілектерін, дұғаларын Алладан сұраған. Таңертең тұрсам, мама жүреді уайымдап. Ылғи күн сайын уайымдап жүрді ол кісі. Содан кейін әлі есімде, көз алдымда. Мама бір күні қуанышты көңіл күймен оянды да, мен түс көрдім.
түсімде осындай жағдай болды деп сол бір жақсы түс көрген, сол менің жеңісіме жорытқысы келіп отыр да. Сен жеңіске жетесің, мен аян көрдім деп тағы да бір түс көрді. Енді уайымдап ойлап жүргеннен кейін бір жағынан сол сәтте мамамды қатты аяп кеттім да. Мен енді мені қоя беріңіз енді, бірақ енді үлкен кісі уайымдап өзі қатысатын сияқты да. Содан кейінгі бір кездерім байқау бітеді. Байқау біткеннен кейін мен Астанаға келем. Астанада енді аяқ астынан түсірілімдер бәрі толып кеткеннен кейін сол шаруаларымды аяқтаймын да Ақтөбеге қарай келем үйге. Үйге кіре берісімен мама дейтін жылап еңіреп шығып, қуанышында шек жоқ енді. Сол себептен әрбір жасаған жұмыстарым, әрбір жетіп жатқан жеңістеріме ең басты себепкер ол әрине мен ата-анам. Мен сол кісілерді қуанту үшін жасап жатырмын. Соған тырысып жатырмын. Өнерлі. Okay, I'm going to end my part 1 here and get this one ready, and then I will follow up with the part 2. I'm doing this for kind of the making sure I don't end up with it being blocked. Fingers crossed on that. So stay tuned for part 2.